Сәлеметсіздер ме? Бүгін бізде математика 4-ші сынып 89-ші сабақ. Бір бағытта қалып қою қозғалысы. Бірінші есепті шығар. Тайғақ жолдағы екі автокөліктің арасындағы қауіпсіз қашықтықты мынадай ереже бойынша есептеуге болады. Олардың жылдамдығы 2-ге көбейтіледі, сондай метрмен алынған арақашықтық шығады. Мысалы, 50 км/сағ жылдамдығы үшін лайықты арақашықтық 100 метр. Көрсетілген жылдамдықпен жүріп келе жатқан автокөліктерге арналған қауіпсіз арақашықтықты есепте. Яғни 60 км, 40 км және 75 км берілген, бізде жылдамдық. Енді біз осы жылдамдықтарды 2-ге көбейтеміз. 60 км/сағ 2-ге көбейткенде 120 метр, 40 км 2-ге көбейткенде 80, 75, 150 метр болады екен. Екіншісі сызбаға қара. Бұл жерде бізде өрнекті оқы. Олар нені білдіреді, қандай формула қолдандық. Яғни бізде сызба бойынша бізде В1 60 км/сағ, В2 10 км/сағ, С арақашықтығы 200 км, уақыт белгісіз. Уақытты табу үшін бірінші жақындау жылдамдығын табамыз. В1-ден азайтамыз В2-ні, 60-тан азайтамыз 10-ды, 50 км/сағ. Уақытты табу үшін арақашықтықтан жылдамдықты бөлеміз. Сонда бізде 4 сағат. 4 сағаттан кейін қуып жетеді екен. Үшінші есепті шығар. Бір елді мекеннен бір уақытта және бір бағытта 75 км/сағ жылдамдықпен жеңіл автокөлік және 50 км/сағ жылдамдықпен автобус жолға шықты. 3 сағаттан кейін олардың арақашықтығы қандай болады? Бізде жеңіл автокөлікпен шыққан, арақашықтығы 50 км, уақыт 3 сағат, арақашықтық белгісіз, жылдамдығы 50 км. Арақашықтықты табу үшін біз бірінші қашықтықтау жылдамдығын табамыз. 75 азайту 50, сонда 25 км/сағ. С қашықтықтау жылдамдығын уақытта көбейтеміз. 25-ті 3-ге көбейткенде 75 км. Олардың арақашықтығы 3 сағаттан кейін 75 км болады екен. Ал 2 сағаттан кейін 50 км, 1 сағаттан кейін 25 км болады екен. Ережеге көңіл бөлейік. Бір бағыттағы қалып қою қашықтау жылдамдығын табу үшін жылдамдықтардың айырмасын есептеу керек. 75 азайту 50, 25 км/сағ. Жеңіл автокөлік пен автобустың бір-бірінен қалып қою қашықтау жылдамдығы формуласы В қашықтау жылдамдығынан жеңіл автокөлік және автобусты азайтамыз. Сонда олардың 3 сағаттан кейінгі арақашықтығын бөлу үшін 75-ті 3-ге көбейткенде 25 км болады екен. Төртінші есеп бойынша сызбасыз және оны шығар. Бір елді мекеннен бір уақытта және бір бағытта 70 км/сағ жылдамдықпен жеңіл автокөлік және 90 км/сағ жылдамдықпен автобус жолға шықты. Неше сағаттан кейін олардың арақашықтығы 60 км болады. Яғни бізде В1 90, В2 70, С 60 км, уақыты белгісіз. Бірінші қашықтықтау жылдамдығын табамыз. 90-нан 70-ті азайтамыз 20 км. С арақашықтықтан 20-ны бөлеміз. 60-тан 20-ны бөлгенде 3 сағат. 3 сағаттан кейін олардың арақашықтығы 60 км болады екен. Бесінші есеп сызбаны қара. Есеп құрастыр және оны шығар. В1 16 км/сағ, В2 25 км/сағ, уақытта Т 4 сағат, арақашықтық белгісіз. Бір ауылдан бір уақытта және бір бағытта 2 мотоциклші шықты. Біріншінің жылдамдығы 16 км/сағ, ал екіншісінікі 25 км/сағ. 4 сағаттан кейін олардың арақашықтығы қандай болады? Шешуі бірінші қашықтау жылдамдығын табамыз. 25-тен 16-ны азайтамыз 9 км/сағ. С-ті табу үшін 9-ды 4-ге көбейтеміз 36 км. Алтыншы есепті шығар. Бір елді мекеннен бір уақытта, бір бағытта жеңіл машинемен автобус жолға шықты. Автобустың жылдамдығы 70 км/сағ, ал жеңіл машине жылдамырақ жүріп 3 сағаттан кейін автобустан 60 км-ге озып кетті. Жеңіл машиненің жылдамдығы қандай? Яғни В1 70, Т 3 сағат, С 60 км, В2-ні табуымыз керек. Қашықтықты жылдамдықты табамыз.
яғни S-ті бөлеміз Т-ға, 60-ты бөлеміз 3-ке, 20 км сағат. V2 табу үшін қашықтықта жылдамдығына V1-ді қосамыз. 20-ға 70-ті қосамыз, сонда 90 км сағат. Жеңіл машиненің жылдамдығы 90 км сағат болады екен. 7-ші есеп. Қосу, азайту, бөлу, көбейтуге берілген есептер баған түрінде шығарамыз. Мысалы, бізде берілген 49765 қосылған 24356. Бірліктерді бірлікке, ондық, жүздік, мыңдық және мыңдықтарды қосамыз. Бірліктен бастаймыз. 5-ті 6-ға, 11 бір ойда, 11 ойдағымен 12, 10, 11 ойдағымен бір ойда, 13 ойдағымен 14 бір ойда, 6 ойдағымен 7. Сонда 74121 саны шығады екен. Дәл осы түрде қалған есептерді де бөліп, азайтып, қосып шығарамыз, көбейтіп. 8-ші есеп. Ойлан және жауап бер. Қорапта 4 көк және 4 жасыл текше жатыр. Қораптан қарамай 2 текше алынса, олардың түсі қандай болуы мүмкін? Алынған текшелердің арасында жоқ дегенде бір жасыл текше болу үшін неше текше алу керек? Яғни, бір қораптан қарамай 2 текше алынса, олардың түсі қандай болуы мүмкін? Екеуі де көк, екеуі де жасыл. Біреуі көк, басқасы жасыл. Алынған текшелердің арасында жоқ дегенде бір жасыл текше болу үшін неше текше алу керек? Сонда 5 текше алу керек, 9-ші есеп. Есепті шығар. Елді мекендердің бірінен 2 автобус бір уақытта және бір бағытта жолға шықты. Бірінші автобус 65 км сағат жылдамдықпен қозғалды, ал екінші жылдамырақ қозғалып, 2 сағаттан кейін бірінші автобустан 40 км-ге осып кетті. Екінші автобус қандай жылдамдықпен қозғалды? Дәл осындай есепті біз осы сабақта шығардық. Сол сабақта шығарған формулаға қарап шығарамыз. Яғни V1 65, Т2 сағат, S 40. V2-ні табуымыз керек. Бірінші қашықтық жылдамдығын табамыз. Одан кейін V2-ні табу үшін біз V1-ге V2, яғни қашықтық жылдамдығына V1-ді қосу арқылы жауабын шығарамыз. Бізде жауабы екінші автобустың жылдамдығы 85 км сағатқа тең болған екен.